Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дамды булочки дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке тұз, қант, жұмыртқа, сұйық май, сары майды ерітіп құямыз. Ашытқы салып, жақсылап араластырамыз. Он қосып, жұмсақ қамыр болғанша илейміз. Қамырды жылы жерге шамамен 1 сағатқа қалдырамыз. Менде қамыр шамамен 1 сағаттай тұрды, өте жақсы көтерілді. Ұн қолданбаймыз, осылай май жағып, онан соң қамырды теңдей етіп 8 бөлікке бөліп аламыз. Он минутқа бетін жауып қалдырамыз. Видеодағыдай сопақтау етіп жайып, онан соң кесіп, өріп шығамыз. Он минутқа бетін жауып қалдырамыз. Жұмыртқаның сарысына сүтті қосып, булочкалардың бетіне жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минут пісіреміз. Булочкаларымыз дайын. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Балзия ас болсын.